Видео сценарийі жазылған уақыт пен видео шыққан уақыт екі бөлек. Сіз тіпті басқа күні көріп жатқан болуыңыз мүмкін. Сол үшін кейбір ақпараттар ауысып отырады. Байбалам салмай, ол ақпараттарға қадалып қалмаңыздар. Видеоның басқа ақпарлары маңыздырақ болады. Қытай 2020 жыл басталмай жатып, ең талқыға көп салынған мемлекет болып үлгерді. Иран мен ақш тіпті Австралияны да бұлай талқыламаған шығармыз. Жарайды, барлығына кінәлі коронавирус деген ауру жұқтыртатын жұқпалы вирус. Неліктен коронавирус? Ол ағылшын тілінде де коронавирус деп аталады. Қараңыздар, микроскоппен қараған кезде мынадай бейнеде. Кішкентай ғана вирус өте үлкен қауіп әкелдіруде. Коронавирус деп негізінде сыртындағы коронаға ұқсайтын нәрселер үшін аталып кеткен. Латынның корона сөзінен шыққан. Бұл негізінде жануарлар арасында таралатын вирус. Жануарлар арқылы адамға жұғып, дәл қазір адамнан адамға жұғып жүр деген дерек айтылады. Осыған дейін планетамызда коронавируспен 3 үлкен жағдай тіркелген. SARS вирусы ауыр жедел респираторлық вирус 2003 жылы 8000 адамды жұқтыртып, оның 10% осы вирус түрінен қаза тапқан. Таяу шығыстағы респираторлық синдром 2012 жылы 124 адамға жұғып, 52 адам Сауд Арабиясында қаза тапты. Және дәл осы таяу шығыстық коронавирус түйелерден жұғылған деген дерек бар. Ал соңғысы біз айтып жатқан қытайлық вирус осы жылдың басында басталды. Дәл қазір 10 мыңға жуық адамды жұқтыртып отыр. Сіз осы видеоны қараған кезде саны өзгеруі мүмкін. Медицинада 2019 NCOV деп аталады. 2019 NCOV Ухан қаласына басталды. Ухан туралы жалпы вирус қайдан пайда болған туралы өздеріңіз де біліп жүрсіз. Сондықтан Ухан туралы детальды кірмей-ақ қояйын. Вирус негізінен базардағы жануарлардан таралған деп айтылып жүр. Кейбіреулер жарғанаттардан, ал кейбіреулер тіпті жыланнан пайда болған деп айтып жүр. Әрине, Қытай асханасы шынымен бай. Кез келген нәрседен болуы мүмкін. Симптомдары құрғақ жөтел, температура көтерілуі және тыныс алу жолдарындағы проблемалар. Дәл қазіргі кезде бірқатар елде вирус тіркелді, және бұл вирус негізінде Қытайдан сол елдерге барған немесе қайтқан туристер арқылы жұғып отыр. Мына сайты дәл қазір қай жақта қанша адам жұқтырғанын, қанша адам өлгенін көрсетеді. Дәл қазіргі уақытпен сілтемесін төменге қалдырып кетемін. Ал енді видеоның ең қызық жері. WhatsApp'тан немесе басқа мессенджерлардан банан жемеңдер, AliExpress'тен жумнан зат сатып алмаңдар деген түрлі хаттар көріп жатқан боларсыздар. Басқаларына таратыңдар, маңызды деген сияқты жолдармен бітеді. Енді не үшін банан жемеу керек деген сұрақ туындауы керек. Бірақ көпшілігіміз сол келген хатқа сене саламыз. Мейлі ол сенімді көзден келген ақпарат болмасын болсын, бірақ білесіз бе, Қазақстанда болсын, Ресейде болсын, бананнан осы бір вирусты жұқтырған адам әлі тіркелмеді. Және министрліктер де бұл ақпараттар фейк екендігін және тек сенімді көздерден ақпараттар алуымызды сұрайды. Сондықтан WhatsApp'тан қай жерден келгені белгісіз хаттармен адамдарды қорқыта бергеніміз дұрыс емес. Оның үстіне Қазақстанға банандар көбінесе Эквадордан және Үндістаннан келеді. Оңтүстік Қазақстанда да өсіп жатқан шаруашылықтар бар. Қытайдан экспорт жасалмайды деп айтпаймын, жасалады, бірақ бұл нәрседен қатты қорқу артық нәрсе екендігін айта кеткеніміз жөн. Астыға дәрігер әрі блогер кісінің каналына сілтеме қалдырып кетемін. Ол бұл алып қашпа әңгімелер туралы өте жақсы түсіндіріп жатыр. Сол кісінің арнасына да қарап көрсеңіздер болады. Просто у меня тут бананы, китайский чай, мне еще тут блюдо с жареными мышами и для профилактики летучими мышами. И для профилактики паники вообще все. Ал AliExpress'ке келетін болсақ, бұл қытайлық фирма. Кейбір магазиндері Таиландта, Сингапурда, Вьетнамда, тіпті Европаларда да бар. Сіздің алып жатқан тауарыңызға байланысты. Кейбір нәрселеріңіз мүлдем Қытайдан емес, басқа жақтан келуі мүмкін. Тіпті Қытайдан келгеннің өзінде мынадай фактпен бөлісе кетейін. Вирус ауа немесе ылғал арқылы, яғни түшкіру, жөтелу немесе ылғалды ауа арқылы, терден тер арқылы, яғни адамдар немесе тірі нәрселер арасындағы контакт болғанда жұғылады. Сіздің тауар көп жағдайда өте құрғақ түрінде келеді. Вирус ары кетсе 20-30 күн өмір сүруі мүмкін. Бұл өте қолайлы жағдайларда, яғни ылғалы көп жерлерде. Ал құрғақ жерлерде немесе суық жерлерде вирус өте аз өмір сүреді. +3, +5 градус аралығындағы қолайлықта ары кетсе 7 күн ғана.
Ал дәл қазір Қытайда вирустың тез таралып жатқан себебінің бірі де осы ауа райы ылғалдылығында болып отыр. Сіздің Алидегі тауарыңыз таможнядан өтіп Қазақстанға келем дегенше 30-40 күн кетеді. Бұл уақытта вирустың түгі де қалмайды, әрине сіздің тауар ылғал, сұйық тауар болмаса. Сондықтан WhatsApp-тағы басқа да мессенджерлердегі алып қашпа әңгімелерге сене берудің қажеті жоқ. Ақпарат министрлігінің өкілдері де тек қана сенімді дереккөздерге назар беруімізді сұрайды. Әйтпесе алып қашпа әңгімелер арқасында халық арасында паника туындайды. Айта кетейік, бұған дейін адамзатты дүрліктірген испандық тұмау сияқты жұқпалы аурулар болған. Ол кезде 500-600 миллиондай адам осы вирусты жұқтыртты. Және бұл сан ол кездегі жер халқының 30% еді. Қытайдың вирусы бұндай дәрежеге дейін жете алмайды. Ықтималдылығы өте аз, өйткені қазіргі кезде медицина өте дамыған. Оған қоса басталғалы 2 аптадай уақыт болды. Қазірдің өзінде жаңалықтардан вирусты жұқтыртқан адамдардың емделіп жатқанын естіп жатырмыз. Жақында ғана қытайлық бұқаралық ақпарат құралдары тіпті вирусқа қарсы вакцина ойлап тапқанын хабарлауда. Жалпылай айтқанда, кезең сайын жаңа ауру түрлері дүниеге келіп отырады. Бұл заңдылық. Эбола, тұмаудың қаншама емделіне алмайтын түрлері, респираторлық вирустар және басқа да жануарлардан адамға жұғып жатқан вирус түрлері соған дәлел. Халық арасында әбігерлік туғызып паника жасау бұл шынымен де артық нәрсе. Адамзат қиындық келген сайын ғана дамып отырады. Кейінірек осы вирусқа қарсы тұра алатын вакциналар ойлап табылып жатса, бұл үлкен жеңіс және адамзат үшін даму болып саналады. Вирусты жойып жібере алатын дәрі ойлап табу өте қиын нәрсе. Негізінде вирустарға тек вакциналар қарсы тұра алады. Сонымен айта кеткенімдей, кез келген вирус түрі иммунитеті күшті адамдарға қарсы тұруы қиын болады. Сондықтан денсаулығыңызды сақтауға тырысыңыз. Ең біріншіден вирусты жұқтыртты деген адамдармен контакт жасамаңыз. Сақтансаң сақтайды дейді. Одан кейін көбірек сұйықтық ішуге тырысыңыз. Бұл сіздің ағзаңызды таза қалпында ұстауға көмектеседі. Таза ауаға шығып тұрыңыз. Терезені ашып, күніне 2-3 мәрте желдетіп алыңыз. Және су ішу арқылы тек дененің ішін ғана емес, сыртын да таза ұстаңыз. Айтпағым, күнделікті жуынып тұрыңыз. Қолдарыңызды үнемі жуып тұрыңыз, өте маңызды. Себебі қолымызды көп қолданамыз. Ал ұстап жатқан нәрселер жаман ба, жақсы ма, білмейміз. Сонымен видеомыз соңына жетті. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер ұнаса, әрине лайк немесе дизлайкыңызды басып, келіспеген жерлеріңіз болса пікірге жазып талқылайық. Айтпақшы, Instagram парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Ол жақта да пайдалы нәрселермен бөлісіп отыратын болам. Сілтемесін төменге қалдырып кетемін. Және келесі видеоларда кездескенше.